Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін зімбір шайын әзірлейтін боламыз. Дәмі өте керемет, әрі денсаулыққа пайдалы. Бізге керегі лимон және де зімбір, яғни имбир керек. Зімбірді сыртын ашып алатын боламыз. Сыртын қабықтарын алып тастап, бөліктерге бөліп, осылай блендерге салып алатын боламыз. Енді лимонымызды алып, сыртқы қабықтарынан және де іштегі дәнектерінен тазартып, бөліктерге бөліп, блендерға салып, зімбір мен лимонды жақсылап езіп алатын боламыз. Осылай ешқандай дәнегі кетіп қалмау керек, жақсылап тазартып алыңыздар. Достар, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осылай бір кетіп езіп алатын боламыз. Енді бұны бір ыдысқа салып, тоңазытқышта бір 10 күндей сақтасаңыз болады. Енді шайымызды әзірлейміз. Ыдысымызға 1,5 шай қасық жаңағы дайын болған массамызды саламыз. Және де 1 шай қасық қара шай не көк шай салсаңыз болады. Өз қалауыңызға қарай мята қоссаңыз болады. Және де қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тұндырып қоятын боламыз. Тоңғаннан кейін өз қалауларыңызға қарай бал немесе нават салсаңыздар болады. Мен 1 шай қасық таза бал қостым. Егер де сіздердікі дүкендегі бал болса, 2 шай қасық қоссаңыздар болады. Немесе нават қосып ұсынсаңыздар болады. Міне біздің шайымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Бұл шайдың денсаулыққа пайдасы өте көп. Егер ауырып жатсаңыз, иммунитетіңізді көтеріңіз келсе, осы шайды пайдалансаңыз болады. Керемет шайлардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.